Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алғашқылардан қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ақтөбедегі жантүршігерлік жол апаты. Ауыр жарақат алған бір адам Астанаға жеткізілді. Ақтөбе облысында болған жантүршігерлік жол апатында ауыр жарақат алған бір адам санитариялық авиация бортымен елордаға жеткізілді деп хабарлайды Казнұр.кз. Ведомство мәліметінше, Қазақстан ТЖМ ұшағы Ақтөбе-Астана бағыты бойынша санитариялық рейс жасады. Олар Самара-Шымкент тас жолында болған жол апатында жарақат алған 50 жастағы адамды елордаға жеткізді. Науқастың жағдайы ауыр болғандықтан оны шұғыл түрде Астанаға тасымалдау қажет болды. Ұшақ медициналық құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етіліп, бортта дәрігерлер үздіксіз бақылау жүргізді делінген хабарламада. ТЖМ экипажы мен медициналық бригада көмегімен науқас қауіпсіз және жылдам жеткізілді. Ер адам елордалық мамандардың бақылауымен емін жалғастырады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.